Так, сабағымызды жалғастырайық. Бұл видеода практикалық есептер шығарайық. Теориялық білімімізді бекіту үшін. Соның бірінші есебіне көшейік. Бізде түзу берді, сызықтық түзу. 6-тан 1 x қосылған 2 дейтін теңдеумен берілген түзу салынсын дейді. Так, есепті қалай шығарамыз? Ең алдымен біз 2 дейтін коэффициентке мәлім берейік. Ол неге жауапты? Жаңа өткен видеода айтып кеткендей, ол түзуді жоғары немесе төмен түсіретіне жауапты коэффициент. Біз плюс 2 болсын, біз нөлден бастаймыз әрқашан. Нөлден біз 2 нүкте жоғары көтереміз. Ол y ойсы бойынша. Енді мынау 6-тан 1 біз жаңағы k бұрыштық коэффициент. Оны қалай саламыз? Ол үшін бізге x-ның орнына 6-ны қояйық. X. Және оны 6 қойсақ, ол 1 болып, 1 қосылған 2 тең 3 дейтін нүкте. Бізде 2 нүкте берілді, және көмекші нүктелер. Осылай түзу сыздық. Жалпы міне біздің түзуіміз осындай. Теңдеудің түзуінің графигі осы. Сол бас. Енді екінші практикалық есеп бізде 2 нүкте берілді. m1, -1, -2, m2, 3, -4 нүктеден өтетін түзудің теңдеуі табылсын. Мұны жаңа формула арқылы шығаратын боламыз. Осы координаталарды орнына қойып шығамыз. y плюс 2, x1, y1, x2, y. y плюс 2, минус 4, және минус 4, және минус 2 плюс 2 болады. Енді x плюс 1, және минус 4. Және 3 минус 1 плюс 1. Пропорциямен көбейтсек, 4y плюс 2, минус 2x плюс 1, жақшаны ашсақ, осындай теңдеу шығады. Жалпы теңдеу. Енді бізге y-ті осы жақтан өрнектейміз. Сонда 2y-те минус 5 минус x, сонда y-те минус 5 бөлінген 2, минус 2-ден 1 x шығады. Енді үшінші практикалық есеп көшейік. Бізде 2 түзу берді. 2-ден 1 x минус 4, және 3x плюс 1 түзулер арасындағы бұрыш табылсын. Бізде осылай 2 түзу берілді. Бізде 2 түзудің арасында бұрыш альфа. Жаңа форманы қолданамыз. 2 бұрыш коэффициент берілді. Біреу 2-ден 1, біреу 3. Орнына қойып шықсақ, бізде 1 шығады. 1 қай кезде шығады? Тангенс альфада. Дұрыс айтарсыз. 45 градус кезде, яғни пи бөлінген 4 кезде. Енді соңғы практикалық есеп көшейік. Осындай нүкте берілді. Енді осыдан түзудің дейінгі арақашықтықты есептеуіміз керек. Бізде осындай есептің шығару жолы. Бізде түзу берді. Осындай түзу. Мынау нүкте. Біз нүктеденбіз. Түзуге біз нормаль вектор жүргіземіз. Ол түзуге перпендикуляр қиылысатын болады. Енді біз теңдеуді нормаль күйінде келтіреміз. Бізде с 5 болған соң, ол 0-ден үлкен болған соң, бізде нью коэффициент осындай шығады. Алдында минус. Енді бізде сол кетіргеннен кейін бізде арақашықтық табамыз. Осы x орнына y-ны 2 координатаны қойып есептесек, жерде минус 57 астына минус 365. Жауабы бізде 57 бөлінген 4 асты 365 шығады. Қорытындылап бүгін біз теңдеудің әртүрлі орналасуына қарай жағдайларды қарастырып, олардың қасиеттерімен жұмыс жасадық. Соларға байланысты есептерді шығардық. Және сол. Назарларыңызға рахмет. Құрметті математика сүйер қауым, егер қандай да сұрақтарыңыз болса,
астына комментарийге жаза кетіңіздер. Енді келесі сабағымыз сызықтық алгебраның 3-ші тақырыбы, ол теңдеулер шешетін боламыз. Теңдеулер жүйесі матрица арқылы сондай тақырып болады. Ал назарларыңызға рахмет, құрметті көрермендер, сау саламатта болыңыздар.